Сәлеметсіздер ме? Мен Оңтүстік Кореяда косметолог мамандығында оқитын студентпін. Есімім Ақниет. Бүгін біз күннен қорғану туралы айтатын боламыз. Бұл видео тек қана фото қартаюға байланысты, яғни терінің өз жасынан ерте күннің әсерінен қартайып кетуі туралы. Бұл видеода мен терінің рак секілді және де оның профилактикасы туралы сияқты нәрселерді айтпаймын. Ультракүлгін сәулелері терінің ерте қартаюына әсер ететіні туралы ғылыми зерттелген, және де осы қазіргі адамдардың ішінде екі жаққа шетке кетіп қалатын адамдар бар. Біреулері жыл 12 ай бойы, яғни 365 күн бойы, 24 сағат бойы сол арнайы кремдерді жағып күннен қорғанып жүру керек десе, келесі жағы мүлде фото қартаюды ескермей, оны жоққа шығарып, күннен қорғанбай жүретін адамдар бар. Енді соның қалай біз балансты ұстаймыз? Қазір соны қарастырып өтемін. Кореяға алғаш келген кезде ең қатты таң қалдырған нәрсе ол адамдардың әрқашан күннен қорғанып жүруі. Күннен қорғайтын крем, үстінен көзілдірік, одан кейін маска тағатын. Коронадан да бұрын кәрістер маска тағып жүретін. Сонымен қатар үлкен біреулер шапка, панамка секілді бастарына киіп, солай ұзын киімдер киіп, тіпті біз пляжға барған кезде тек қана шетелдік адамдар ғана жаңағы ашық купальниктер киіп жүрді, ал кәрістер өздері ұзын көйлек секілді, жігіттер жаңағыдай ұзын шорты, шалбар секілді киімдермен суға түсіп жүрді. Енді бұл нәрсе неге олай күннен соншалықты қорғанады екен деп мен қызыққан болатынмын, бірақ енді қазір мен косметология саласында оқып жүргендіктен бұл сұрақтарыма ғылыми зерттеулерден жауаптар ала алдым. Сонымен сіздермен бөліскім келеді. Ультракүлгін сәулелердің ішінде UVA, UVB және UVC болатын болса, UVC әзірге оны озон қабаты қорғап тұрып, бірақ егер де экология одан сайын нашарлап кете беретін болса, яғни озон қабаты тесіле беретін болса, тесіктер үлкен бола беретін болса, онда сол UVC да жерге жетіп, ол өте онда қауіпті жағдайлар туатын болады. Яғни UVC ол біздің адамның ДНК жасушаларын бұзады және де адамның тіпті өліміне алып келуі мүмкін. Сәулелердің ішінде қазір біз UVA және UVB туралы айтатын боламыз. Ультракүлгін B сәулелеріне келетін болсақ, ол терінің күйіп кетуі, яғни орысша айтқанда ожог алуына жауапты болады. UVA сәулелері загар, пигментация, терінің ерте қартаю, яғни фото қартаю, сонымен қатар светке деген сезімталдық және де меланин пигментінің синтезіне жауапты болып келеді. Яғни бұл деген сөз күннен пайда болған гиперпигментация ол UVA сәулелерінің кесірі. Бұл сәулелер тері қабаты эпидермис тірі жасушаларына, меланинді бөліп шығаратын меланоциттерге және де терінің иммунды жүйесіне жауап беретін жасушаларға негативті әсер етеді. Жалпы ультракүлгін A, яғни UVA сәулелері ол фото қартаюға қаттырақ әсер етеді. Олар теріге тереңірек кіріп, коллаген және эластин талшықтарын бұзады. Күннің әсерінен терінің пигментациясынан бөлек красная волчанка секілді аурулар қосып кетеді. Сондықтан теріні күннен қорғаған кезде UVB-ден ғана емес, UVA сәулелерінен де қорғанып жүру керек. UVA, UVB-де, яғни ультракүлгін A сәулесі, ультракүлгін B сәулесі де терінің антиоксидантты қызметіне қысым жасайды. Нәтижесінде витамин C ол тотығып кетеді, ал витамин E қатып қалады. Өзінің бұл деген сөз тері өте құрғақ, ылғалсыз, қатты, сондай бір грубы және де әр жерлерінде пигменттер пайда болады. Осы кезге дейін біз ультракүлгін сәулелерінің әсерін айтып болдық. Енді біз тері туралы айтуымыз керек. Себебі әркімнің терісі әртүрлі реакция береді. Мысалы, екі адам бірдей күннің астында жүргенде, біреуінде пигментация пайда болады, ал біреуінде ешқандай реакция болмайды. Бұл неге дейтін болсаңыздар, себебі жалпы осы жерде өмір сүретін адамдардың күнге деген сезімталдылығын 6 фототипке бөледі. Бұлай 6 фототипке бөлуді 75-ші жылы американдық мықты сондай дерматолог Томас Фицпатрик жасап шығарған болатын. Айтуынша, тері қаншалықты қара болатын болса, ол соншалықты күннен дискомфорт, яғни негативті нәтиже алмайды. Яғни бізде қазақтарда айтады ғой, терісі қара торыларының терісі мықты болады деген сияқты. Оның бір мағынасы бар, дұрыс. Себебі қара терілер күннің астында қауіпсіз ұзағырақ жүре алады. Енді осы видеоны қарап отырған әрқайсыларыңыз күннен қалай қорғануды түсіну үшін және де өздеріңіздің фототиптеріңіз қандай екенін түсіну үшін
сол фототиптерге тоқталып өтейік. Фототиптердің ішіндегі ең бірінші тип ол өте аппақ тері, яғни бізде орысша айтқанда светлая кожа. Бұл кожа ешқашан загар алмайды, бірақ та ожог алу, яғни күннен күйіп қалуы, сонда күйіп қалу рискісі өте жоғары. Күн сәулелердің астында қауіпсіз жүре алу уақытысы ол максимально 5 минут. Яғни бұл жерде тек қана максимальны уақыттар ғана көрсетілген, минимальны деген жоқ. Максимально 5 минут қана жүре алады. Бірақ практикада бұндай аппақ адамдар күннің астында бірнеше секунд тұрса да, сондай ожог алып қатты қызарып кететін жағдайлар болады. Екінші фототип ол ақшыл тері, және де күнге деген сезімталдылығы жоғары. Күннен күйіп кету, яғни күннен ожог алу рискісі бұл типте де жоғары болып қалады, алайда сәл-сәл болсын, кішкене болсын олар қарая алады. Тіке күн сәулелердің астында қауіпсіз жүре алу уақыты оларда максимально 10 минут. Үшінші фототип ол ақшылдау тері, яғни орысша айтқан кезде светло-оливковый оттенок. Бұл кісілер қараяды, яғни загар алады, және де күннің астында жүре алатын қауіпсіз уақыты ол максимально 20 минут. Фототиптердің ішіндегі төртіншісі ол кішкене біздің қазақша айтқан кезде қара торы деп айтамыз. Ал орысша айтқан кезде светло-коричневый оттенок. Бұл кісілер күннің астында жүрген кезде ожог, яғни күннен күйіп қалу өте сирек кездеседі. Яғни әрқашан равномерно күннен қараяды, яғни загар алады. Күн астында қауіпсіз жүре алатын уақытысы максимально 30 минуттай. Бесінші тип олар қоңыр түсті тип. Бесінші фототип ол қоңыр түсті тері. Типке жататын адамдар ешқашан ожог алмайды, яғни күннен күйіп қалмайды, бірақ загар, яғни қарайып кетеді, яғни өзінің терісі одан сайын қарайып түседі. Кісілер жалпы күннің астында қанша жүрсе де, ондай қатты жаман дискомфорт, негативті теріге әсер етпейді деп айтады, бірақ сонда да белсенді уақытта, яғни күннің қатты түсетін кездерінде далаға шықпай қойған дұрыс. Ал егер де шығатын болсаңыздар, күннен кішкене қорғану қажет болады. Бұл кісілерге ультракүлгін сәулесі тек қана қарайту жағынан ғана әсер етеді. Фототиптің ішіндегі алтыншысы ол адамдардың терісінің ішіндегі ең қара түстісі. Бұл кісілердің терісі ешқашанда күннен күймейді, яғни ожог алмайды, бірақ өздерінің терісі одан сайын қарая түседі күннің әсерінен. Жалпы әртүрлі SPF кремдерді сатып алып, күннен қорғану ол бірінші, екінші, үшінші фототиптегі кісілерге күннен қорғану ауадай қажет, себебі оларда ожог алу рискісі өте жоғары. Сонымен қатар фото қартаю оларға өте қауіпті, яғни терісі күннің әсерінен өзінің жасынан ертерек қартайып кетуі мүмкін. Ал төртінші, бесінші, алтыншы кісілерге күн әсер етеді тек қана қарайту, яғни гиперпигментацияға. Сол үшін егер гиперпигментациядан қорғанам десеңіздер, күннен қорғасаңыздар болады, ал бірақ фото қартаю ол кісілерге қауіпті. Енді күннен қорғану үшін біз деген Инстаграмнан немесе Ютубтан секілді көрген рекламаға емес, ескеретін өзінің жағдайлары бар. Бірінші ол фототипке қараймыз, яғни өзіңіздің теріңіз, фототипіңіз қандай. Екінші географияға, яғни сіз қай жерде қазір өмір сүріп жатырсыз, соған қарайсыз. Үшіншіден жыл мезгілдеріне, яғни қазір жаз болма, қыс болма, немесе күз, көктем деген сияқты жыл мезгілдеріне қарайсыз. Және де төртіншіден әр терінің өзінің күтім ерекшеліктері болады, соған байланысты күннен қорғануды таңдайсыз. Енді бізде күннен қорғайтын кремдер бәріміз білетін SPF деген кремді білеміз. Жалпы SPF деген ол тек қана UVB, яғни B ультракүлгін сәулелерінен қорғайтын көрсеткіш. Ал егер видеоның басында мен айтқан естеріңізде болатын болса, онда фото қартаю, яғни терінің ерте қартаю ол UVA сәулелерінен әсерінен. SPF кремдері ол UVB сәулелердің әсерінен болатын ожог, қызару немесе гиперпигментация секілді заттардан қорғайды. Жалпы енді көп ісімізде сұрақ болып жатады, SPF 30 алу керек пе, SPF 50 алу керек пе деген секілді. Олардың қорғанысында қатты айырмашылық жоқ, арасында бір ғана %. Сондықтан егерде қаласаңыздар, SPF 50 де алсаңыздар болады, және 30 да алсаңыздар болады. Енді фото қартаюға әсер ететін UVA сәулелерінен қорғану үшін ол кремнің сыртында PA+
PA+ деген жазу бар ғой, сол UVA сәулелерінен қорғайтын көрсеткіш. Егер ондай жазу болмайтын болса, онда тек қана сіз UVB-ден, яғни B сәулелері, ол деген гиперпигментация, ожог секілді заттардан қорғанып жүрсіз деген сөз. Фототиптердің ішіндегі бірінші және екінші, үшінші типтер ол күннің әсерінен қатты қартайып кетеді деп мен айтып өткен болатынмын. Сондықтан одан қорғану үшін PA+ деген жазуға. Күннен қорғайтын кремді жаққан кезде 1 см квадрат теріге 2 мг жағу керек деген. Бірақ ол деген қатты қиын болып кетеді. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, жалпы косметолог мамандары 1 чайная ложканы жарты бетіңізге жағу керек. Сонда толықтай бетіңізді жабу үшін 2 чайная ложка кетеді деп айтып кеңес беріп жатады. Күннен қорғау ол тек қана бетті ғана емес, қай жеріңіз ашық, киімнен ашық тұр, сол жердің барлығына күннен қорғайтын крем жағу керек. Яғни мойын, егер шашыңыз жоғары жиналған болған болса, желке, қол, аяқ секілді. Сонымен қатар белсенді күннің астында, яғни күн қатты түсіп тұрған жерде сіз жүрсеңіз, әр 2 сағат сайын SPF-ті қайта-қайта солай жағып жүру керексіз. Ол енді жаңа 1 чайная ложка деген сөз, ол бетке кәдімгідей қалың қабат қып жағу керек деген сөз. Қатты қалың қып жаққан кезде ол бетіңіз қатты әппақ болып кетеді да, олай жүре алмайсыз. Сондықтан косметолог мамандары, жалпы Кореяда кәріс қыздардың барлығы бірден толықтай алып бетіңізге бір рет жаққаннан қарағанда, кішкенеден алып бірнеше қабат үсті-үстіне жаққаныңыз ол эффективнее дейді, яғни күннен жақсырақ қорғайды. Жаңағы сіз 1 чайная ложкаға кремді салып алып, оны полностью бәрін алып бетке жағудан қарағанда, кішкене алып бір қабат жағып, одан кейін солай бірнеше қабат жақсаңыз күннен жақсы. Күннен қорғайтын кремнің маңыздылығын түсіндіру үшін осы бір суретті көрсетуге болады. Яғни бұл суреттегі кісі 66 жастағы кісінің екі беті неге екі түрлі десеңіздер, бұл кісі өзі машинаны айдайтын, грузовикті айдайтын водитель болған. Сол жағы, яғни күнді көбірек көрген, және оң жағы машинаның ішкі жағында болған. Сонда сол жақ күн сәулесіне қаттырақ көрген беті қатты қартайып кеткен, яғни фото қартайып, өз жасынан ертерек қартайып кеткен. Бір адамның өзінде бір беті 66 жастық, бір беті 86 жастық болып қалған. Яғни бұл күннен қорғайтын кремнің қалай фото қартаюдың алдын алуына көмектесетінін бірден бір мысалы. Бірінші мысал, бұл жердегі екі кісі егіздер болып табылады, бірақ сонда да егіз болғанда да бір кісі қатты қартайып көрінеді, бір кісі кішкене жасырақ көрінеді. Себебі жасырақ көрінген кісі ол әрқашан терісін күннен қорғап жүрген екен, ал екінші кісі терісін күннен қорғамаған. Яғни арқылы сіздер күннен қорғанудың қаншалықты маңызды екенін түсінсеңіздер болады. Қорғану ол тек күн бар кезде ғана емес, әрқашанда жаңбыр жауған күні болсын, тұманды, бұлтты күндерде болсын қорғану керек. Себебі жаңа күлгін сәулелері күннің бар жоғына байланысты емес, олар жерге тікелей түседі. Сонымен қатар олар терезеден де өте алады. Сондықтан сіз машинаның ішінде болсаңыз, немесе терезелер өте үлкен үйде тұратын болсаңыз, онда күннен қорғайтын кремді жағып жүргеніңіз абзал. Күннен қорғайтын кремді үйден шықпас бұрын 15-30 минут бұрын жаққан дұрыс, себебі ол теріге сіңіп, защитный пленка, яғни қорғаныс қабатын түзіп үлгеру керек. Сонымен қатар күннің астында көп жүретін болсаңыз, әрбір 2 сағат сайын жағып жүруге кеңес беремін. Алайда күннен қорғану керек екен деп, егер жақпасаңыз одан стресс алатын болсаңыз, немесе қатты сол туралы уайымдап кету де дұрыс емес, себебі баланс керек. Яғни мысалы, сіздерге мысал келтіретін болсам, кішкентай балаға әрқашан сіз сүтті жылтып беріп жүрсеңіз, бір күні ол барып сыртқа шығып мұздай сүт ішсе не болады? Яғни оның тамағы ауырады. Яғни ол нәрсеге ол үйренбегендіктен ол тамағы ауырып, сол күні қатты ауырып қалады. Сол сияқты біз де кішкене күнге үйретуіміз керекпіз терімізді. Ол үшін бірақ сіз енді белсенді күн қатты түсетін күнде емес, арасында 5 минут немесе жаңағы өзіңіздің фототипіңізге байланысты қауіпсіз уақыттарда күнге шығуға болады. Бәріміз білетін витаминді синтезіне қатысады, және де меланиннің синтезіне қатысатын секілді өзінің пайдалы жақтарын да алып алады. Бірақ одан көбірек жүруге кеңес бермеймін. Егер одан көбірек жүру керек болатын болса, немесе сіз мысалы күннің астында жұмыс жасайтын болсаңыз, немесе сіз пляжға, яғни біз жазда бәрін шомылуға барғымыз келеді, сондай кездерде күн қатты түсетін кезде
күн қатты түсетін кездерде жүретін болсаңыз, онда күннен қорғайтын крем сіздің досыңыз болсын. Бұл видеода күннен қорғанудың маңыздылығы, күннен қорғанудың себептері туралы айтылған болатынбыз. Енді келесі видеода мен терідегі пигментация, гиперпигментация, жаңа қара дақтардың пайдалы болуы және де олардан қалай арылу керек, арылу жолдары деген секілді тақырыптарды қозғайтын боламын. Сондықтан менің каналыма жазылып алып, әр шыққан видеома қолдау көрсетіп отырсаңыздар көп рахмет. Егер сіздер лайк басып, комментарий жазатын болсаңыздар, менің қозғап жатқан тақырыптарыма деген қызығушылықтарыңызды білдіреді және де маған шабыт сыйлайтын болады. Аяғына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.